Естір құлақ болса естиді. Егер сіз өміріңізге елеулі өзгеріс енгізуге дайын болсаңыз, кітаптың әр бөлімінен бір құпиядан тауып отырарыңыз анық. Бұл құпияны қалайша тез аңғаруға боларын айта алмаймын, себебі барлығын тайға таңба басқандай айқындап берген жарамайды. Құпияны ақылға салып, астарындағы дүниені саралай алған жан ғана иелігін көреді. Сіз қапалысыз, алдыңызда алынбастай үлкен кедергілер тұр. Оны еңсеру үшін бар күшіңізді сарқуға тура келеді. Сәтсіздіктер аяғыңызға тұсау болды, ал ауру болса әбден меңзеп алды. Мұндай жағдайға тап болсаңыз, менің ұлымның Карнеги формуласын пайдаланып, қалай жаңалық ашқаны туралы оқыңыз. Ал ол өз кезегінде сізді жоғалған армандар аралындағы жазираға жеткізбек. Бұл құпияны Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде президент Вудро да аса тапқырлықпен қолдана білді. Бұл құпия соғысқа қатысқан әрбір солдатқа жеткізіліп, оларды алғы шепке жіберер алдындағы пысықтау жаттығуларында нақышына келтіріп түсіндірілді. Президент Вилсон менімен болған бір әңгімесінде соғысқа қажетті қаражатты жинауда бұл тәсілдің таптырмас құрал болғандығы туралы айтып берген еді. Мұндағы аса айтар тағы бір жайт. Бұл құпияны тауып бір рет қолданып көрген адамдардың өздерін тура бір табыс жағалауында қалғандай сезінетіндігі. Егер сіз бұған күмәндансаңыз, кітапта кездесетін адамдардың аттары бойынша олардың кім екенін зерттеп көруіңізге болады. Ал тапқандарыңыз сізді толығымен иландыра аларына сенімдімін. Жоқтан бар жасау деген түсініктің болуы мүмкін емес. Менің айтып отырған құпияма оп-оңай ешбір шығынсыз жетем деу жаңсақтық болар. Алайда бұл шығын түсер пайдадан әлде қайда аз. Шын көңілмен, бар зейінмен бұл құпияға көңіл бөлмеген адам қанша ақша төлесе де құпияның құлпын аша алмас. Оны жай бере салуға болмайды, сатып та ала алмайсыз. Себебі таяқтың екі ұшы бар екенін естіген шығарсыз. Ал таяқтың бір ұшы бұл құпияны ашуға дайын адамдардың құзырында. Құпия оны ашуға дайын барлық адамға бірдей мүмкіндік береді. Білімнің оған еш қатысы жоқ. Мен бұл жарық дүниенің есігін ашпай тұрып-ақ, бұл құпияны Томас Эдисон ашып, оны асқан шеберлікпен қолдана алғаны соншалық, бар жоғы 3 ай білімі болса да, әлемнің алдыңғы қатарлы өнертапқышына айнала алды. Бұл құпия кейіннен Эдисон мырзаның шәкірті Эдвин Брансқа жетті. Ол да мұны мұқият зерттеп қажетіне жарата білді. Нәтижесінде ол жылына тек 12.000 ақш долларын місе тұтқанымен өмірінің соңына дейін жетерліктей қор жинап алды. Сондай-ақ жұмысын қарқынды түрде жүргізіп, жас жігіттей қайратты күйінде зейнеткерлік демалысқа шықты. Ол туралы әңгімені 1 бөлімнен оқитын боласыз. Өзіңіздің менің байлығымнан асқан байлық еш жерде жоқ. Мен арманымдағы адамдай бола аламын. Атақ, даңқ және бақыт оған қол жеткіземін деп талпынған барлық адамға тиесілі деп сендіре біліңіз. Мұндай қағидалар мен құпияны қайдан табуға болады? Сіз бұл сұрақтың жауабын кітапты оқып, тәмамдағанша таба алуыңыз керек. Ол жауап ең 1 бөлімде немесе ең соңғы бетте болуы да ғажап емес. Карнеги мырзаның ұсынысын қабылдап, соған байланысты 20 жыл бойы зерттеу жұмыстарын жүргізу барысында атағы әлемге жайылған жүздеген әйгілі адаммен жұмыс істедім. Алып тұлғалармен болған әңгіме барысында олардың көбі шексіз байлыққа Карнегидің құпияға толы формуласының көмегі арқылы жеткендерін мойындаған еді. Олардың арасында Генри Форд,
Ford автомобиль компаниясының негізін қалаушы. Ол өз ісін көк тиынсыз және аз-маз біліммен ғана бастап, Америка тарихындағы өз білігімен ең басты бизнесмендердің біріне айналған адам. Джордж Паркер шәкірттерінің қаламсабын жөндеуден шаршап, жаңа дизайн ойлап тапқан мектеп мұғалімі. Паркер Пен компаниясының негізін қалап, қарапайым идеяны табысқа айналдырған жан. Статлер кедей посттардың баласы. Еңбек жолын қарапайым курьер болудан бастап, Статлер қонақ үйлер желісін ашқанға дейін жоғары өрлеп көтерілген. Аталған қонақ үйлер люкс сапасымен және күлімдеп қызмет көрсету ерекшелігімен әйгілі болған. Осы сынды тізімге енген тұлғалар Карнеги құпиясын жете түсініп, тәжірибе жүзінде іске жарата алған. Сөйтіп өмірде де, қаржы мәселесінде де үлкен жетістікке қол жеткізген. Аттары әлемге әйгілі жүздеген америкалықтардың бір бөлшегі ғана. Осы орайда аталмыш құпияны қолдану арқылы баюға тырысқан, бірақ арманына қол жеткізе алмаған бірде-бір адамды кездестірмегенімді айта кеткен жөн. Бұл құпияның сырын ашпай-ақ өздерін танытып табысқа жеткен адамның жоқ екенін де еске сала кеткен дұрыс. Осы айтылған жайттарды назарда ұстай отырып, мен тұлға ретінде өзін-өзі тануға қажетті білімімнің ажырамас бөлігі тәрізді бұл құпияның білім деген ұғымнан әлде қайда маңызды екенін түсіндім. Олай болса, білім деген не? Бұл сұрақтың да толыққанды жауабын осы кітаптан ала аласыздар. Өміріңізді өзгертетін елеулі сәт. Аталмыш кітапты оқу барысында сіздер қайталап айтып отырған құпияға күтпеген жерден тап боласыздар. Сондай ғажайыптың да болатынына дайын болыңыз. Ал ол ғажайыпты сіздің айнытпай танитындығыңызға еш күмәнім жоқ. Ол құпияны тапқан кезде, мейлі ол кітаптың басы я аяғы болсын сәл кідіріп, сағатқа көз салыңыз. Осы мезеттен бастап, сіздің өміріңіз түп тамырымен өзгеруі мүмкін. Кітапты оқу барысында оның нақты деректерге негізделгенін, мақсаты ақиқат, шындыққа қол жеткізу екенін ұмытпағайсыз. Осы ақиқат, шындық арқылы ғана құпияны ашуға ынтық адамдар ол құпияны қалай ашу керек және ол үшін не істеу қажет деген сұраққа жауап таба алады. Бірінші бөлімді оқымас бұрын сіздерге Карнегидің құпиясын ашу жолы туралы тұспалдап болса да айта кетуіме рұқсат етіңіздер. Кез келген байлық пен табыстың қайнар көзі ой. Егер сіз табысқа жетуге даяр болсаңыз, табысқа қол жеткізу құпиясының тең жартысын аштым деп есептеңіз. Ал қалған жартысын бұл құпия туралы ой сіздің санаңызда пайда болған кезде айнытпай тани алатындығыңызға кәміл сенемін.